Композитор Ғазиза Жұбанова 1928 жылы 2 желтоқсанда Ақтөбе облысында дүниеге келді. Ғазиза Жұбанова музыкалық атмосферада, нағыз музыка ортасында өсті. Әкесі Ахмет Жұбанов оған өнерге апарар жолды көрсеткен. 6 жасынан бастап Алматыда мектепте білім алды. Мектепті алтын медальмен аяқтады. 1949 жылы Гнесиндер атындағы Мәскеу музыкалық училищесін, 1954 жылы Москва мемлекеттік консерваториясын, ал 1957 жылы аспирантурасын бітірді. 1958 жылдан Алматы консерваториясында ұстаздық етті. 1975-87 жылдары осы консерваторияның ректоры, 1962-68 жылдары Қазақстан композиторлар одағы басқармасының төрағасы және КСР композиторлар одағы басқармасының хатшысы болды. Әкесінің аяқталмай қалған Құрманғазы радио операсын қызы аяқтаған. Еңлік кебек 28 операларын, Аққыз туралы аңыз, Хиросима, Қарагөз балеттерін, Жігер, Ақсақ құлан, симфония поэмалары және тағы басқа көптеген музыкалық шығармалардың авторы. Қазақстан мемлекет сыйлығы, Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Халықтар достығы еңбек қызыл ту орденімен марапатталған.